Ассаламағалейкум, ардақты ағайындар, қадірлі бауырлар. Бүгінгі сіздерменен өткізетін сұхбатымыз ол енді тарих тағылымы деп аталады. Жалпы мектепте өтілетін пәндердің ішіндегі ең маңыздылардың бірі ол тарих сабағы. Себебі туған адам ол мейлі ұлы математик болсын, дарынды физик болсын, мықты химик бола берсін, ол бірақ өзінің туған жерінің жусанымен жуасын, қызғалдағымен жалбызын сүйе алмайтын болса, туған халқын сүйе алмайтын болса, оның ондай дарындылығынан кімге қандай пайда? Ал енді біздің санамыз бен жүрегімізге нәр беретін алтын тамырымыз ол әлбетте біздің тарихымыз. Ал енді арыдан қозғайтын болатын болсақ, осы ғалымдарымыздың да дәлелдеулері бар. Жалпы жер бетіндегі ең бір ұлы жетістіктерге жеткен халықтардың бірі осы біздің қазақ халқымыз. Мысалы, көліктің ең алғашқысы жылқы болатын болса, жылқыны бірінші қолға үйреткен біздің халқымыз екен. Машинаның арғы атасы арба болатын болса, ол арбаны да алғаш ойлап тапқан біздің халқымыз екен. Және адамзат ойының бір үлкен жемісі, жетістігі ақыл ойының ол киіз үй. Әрі жеңіл, әрі берік, әрі жылдам құрылып жиналатын киіз үй де ол біздің халықтың ойлап тапқан нәрсесі. Соның кейін мынау кезінде Рим империясы дүниені дүрілдетіп тұрған, соның астанасы болған енді Константинопольді ең алғаш барып алған да біздің ата-бабаларымыз. Осман империясын құрғанда сол біздің ата-бабаларымыз, сондықтан түркі халқы Қазақстанды біздің қара шаңырағымыз деп есептейді әлі күнге дейін. Ал енді сөйте тұра біз дамыған емес, дамушы елдердің қатарындамыз. Өндіруші емес, тұтынушы елдердің қатарындамыз. Бұның бәрі неден деген кезде біз сол тарихтан сабақ алмай жатқанымыз сияқты. Әйтпесе бабаларымыздың малым жанымның садағасы, жаным арымның садағасы дегенде бір ұстанымы қазір біздің бойымыздан өкінішке орай табыла бермейді. Сондықтан сіздерге мынау тарихи сана деген өлеңді оқып бергім келіп отыр. Сөз қозғайын тарихи сана жайлы, керек деп мұны кей жұрт санамайды. Көз көріп, көңіл сезіп жүрген көп жай жанымды күнде менің жаралайды. Халықтан тарихи жат мүлдем өшкен, шықты ма аузы күйген күндер естен, түседі қайта-қайта қазған орға, ішеді ыстық асты үрлеместен. Келеді кейде адамға күліп қайғы, санасы сарсыған жұрт түк ұқпайды, қой екеш қойды өзінің қасқырменен дос бола алмайтынын ұмытпайды. Жау оны жеп жатса да нандай бөліп, көрінер біреуге өмір балдай болып, тарихын ұмытқан ел қурайды екен, тамыры құрттап кеткен талдай болып. Ұмытып аталарын арыстандай, өңшең ойсыз оғландар орыстандай, би шешендер ұрпағы бір-бірімен шүлдірлесіп сөйлесер намыстанбай. Сусиды өмір тоқтаусыз құм сағаттай, қауіпке жұрт қарайды жұмсақ оқтай, жарты әлемді билеген түркілердің ұрпақтары тапталды ұлтарақтай. Түңілмеймін әрине, үмітім бар әзірге тірі тұрған, баяқ өткен баһадүр бабалардың не үшін қан төккені ұмытылған. Кешегі болат бүгін бор болып жүр, көзіміз түкті көрмес, көр болып жүр, еліктей сүйкімді жас, ел ішінде еліктеп көрінгенге қор болып жүр. Еркектің болса дейтін бәрі ғашық, қараймын жалбашашқа жаным ашып, жарандар бәрің маған қараңдар деп, жүрәне санасыздар санын ашып. Арудың көз түрткі болып жуасанық, көбейтті көргенсізді уасадық, бала деген балшықтан арзан болып тұр, туалетке кететін туа салып. Ертеңін ерлер қайда уайымдайтын, нүктесі арсыздықтың қойылмай тұр, кезеңге тап бол делім, амал қанша не жақсы не жаманды айырмайтын. Онсыз да қысқы өмірде толған егес, біреулер болып жүрер молдамен өш, тарихын танымайтын надан ұлтта ынсап та ынтымақта болмақ емес. Сал болған қауым жасиды екен, милары айрандай боп ашиды екен, тарихи санасы өшіп қалған жұрттың шалдары жайнамаздан шошиды екен. Ойсызды түлен оңай түртеді екен, тінтінген адам тағар мін көп екен, тарихын талақ қылып қойған жұрттың кемпірі кимешектен үркеді екен. Бабалар бұрынырақ ғұмыр кешкен, іргесі іріместен, бүлінбестен, алдына басын иіп келген жанға кек қылмай атасының құнын кешкен.
Біздерге соның өзі тәуір сабақ. Болма дос ағайынмен жауыңша жат, таста да араздықты әр қазаққа құшақ аш, бір туғандай бауыр санап, төніп тұр басымызға сұрапыл кез. Бір-бірін ұлан қайда ұғатын тез, көрінсін іш жүзінде ел деген екі әріптен тұратын сөз. Енді мынау ауызбірлік, осы біз көп ұтылыстарға душар болатын болсақ, соның дені осы ауызбірліктің алауыздығымыздан екенін көп айтылады әрине. Мынау баяғыда бір жайылымда екі сиыр болыпты дейді. Екеуі қатар бірге жайылады екен, оларға қанша қасқыр келсе де, екеуі бір-біріне арқасын беріп тұрып алады екен, дағы мүйіздерімен жасқап жақындатпайды екен. Сөйтіп жүрген кезде енді қасқырлар әбден діңкелейді, ала алмайды. Содан кейін не істейді? Содан кейін жайлап біреуін кеп айландыра бастайды. Сен ана қызыл сиырды бізге берсеш, мынау бүкіл жайылымның иесі жалғыз өзің боласың, саған ешкім де тиіспейді, біз сені қорғап жүреміз дейді. Ары айландырады, бері айландырады, басында көрінбейді. Содан кейін бірте-бірте ақыр қоймағаннан кейін келіседі. Содан кейін бір күні қасқырлар жақындаған кезде ол қызыл сиырды тастап кетіп қалады. Содан кейін сыртынан қызыл сиырды қалай қасқырлар талап жегенін қарап тұрады. Сөйтіп жалғыз қалады. Күндердің күні қасқырлар қайтып келіп тұр, тілдері салақтап. Сосын қызыл сиыр, жаңағы ала сиыр шошып кетеді дағы, неге келдіңдер дейді. Анау айтады, қарнымыз ашты дейді. Сендерде уәде қайда деген кезде, қасқырда уәде болмайды деп қарқ-қарқ күліп, жан-жағынан қоршап алады дағы, ала сиырды жығып жеп жатады. Сол кезде ала сиыр айтыпты дейді. Сендер мені қазір жеп жатқан жоқсыңдар, анау қызыл сиырмен бірге жеген екенсіңдер ғой деп айтады дейді. Сонда қарап отырсаңыз, осы кейде біз аузымыз толып тұрып мақтанамыз. Алтай, Атырау арасындағы 6 айшылық жерді жайлаған Алаштың баласы дейміз. Шын мәнісінде біздің иелігіміздегі жер бұдан да көп еді ғой кезінде. Бірақ содан айырылып қалдық. Қалай деген кезде, енді қазір айтады тарихшылар, осы сексеуілге ұрып сындырғандай қазақты қазаққа айдап салды дағы, сонымен көп нәрсемізден айырды дейді. Сондықтан Абай атамыз айтады, біріңді қазақ, бірің дос, көрмесең істің бәрі бос дейді. Сондықтан егер ел болып бір жетістікке жетеміз дейтін болсақ, онда бізге бөлінуге болмайды екен. Қараса ат басынан оза дұшпан, күншілдің көре алмайды көз алыстан. Жігіттер, туған жерге туыңды тік, біл, бірақ туған жерің Қазақстан. Алатау, Атырау да арқа демес. Бір тұтас болсаң ең тарқа демес. Жүрегі бар қазаққа бірдей соққан, дағдарыста қалмайды дархан елеш. Бүйрегі бұра тартып толқығандар, кетеді бөлінген соң еркі қолдан, ұрушыл, жершіл болып қалыптасар, жүректе мансапқорлық дерті бар жан. Отаншыл бол, кеуденде от бар болса, ортада жүр, оңаша қап қалғанша, бөлінумен бөтендік қалағандар бөлшектене береді, жоқ болғанша. Енді мынау Құлтемір жайлы өлең оқығым келіп отыр. Білеміз, 1917 жылы Октябрь революциясы деген бұрқыта қалды. Оның алдында қанды жексенбі сияқты үлкен дайындықтар болған еді. Сол көтерілістің соңы азамат соғысына ұласты. Ол кезде қаншама миллиондаған адамдар шығын болды. Олардың ішінде әрине біздің қазақтар да бар. Сонымен қиыншылыққа шыдамай кейбір жұрт шекараға жақын жерлерді ақтар да, қызылдар да келіп қырғынға ұшыратты халықты. Сонда кейінірек енді колхоздастыру деген кез келді. Ол жерде Байғұлақ деген сылтаумен қазақтың небір жақсы жайсаңдарын Сібірге итшеккенге айдады. Енді Сібірдің итшеккеннің суығы белгілі ғой, бірақ соған оларды үстеріне тон кигізіп алып барған жоқ қой. Жыртық жамау киіммен қанша жерге салпақтап барды, қатып қалды. Біз мынау сондай қаншама адамдар қалды сол жақта, шынын айтқанда. Ал кейінірек Ашаршылық деген келді. Мынау енді Голощекин дегенді бәріміз қазір жақсы көрмейміз ғой. Сол біздің қолымыздағы бар малымызды, соңғы нанымызға дейін тартып алды. Негізгі мақсат ұлтты жою керек еді. Қазақтар Бішкекке қарай қашты, Ташкентке қарай қашты. Ал енді оның артынан келген, енді ол жерде 4 миллионнан адамымыздан айырылып отырмыз. Сол кезде біздің ұлтымыздың санығы ары кетсе бір 6 миллион екен. Соның 4-інен айырылдық сол Ашаршылық жылдарында. Ал енді одан қалғандарды 37-38 жылға репрессия деген сталиндік репрессия қаншама
жақсыларымызды алып кетті. Қазақтың ең бір қаймағы деген адамдарымыздан сол кезде айырылдық. Сонда қарасаңыз, Ақмолада Алжир деген болды. Ақмолинский лагерь, жон изменников родины дейді. Қарағандыда Карлак деген болды. Осы жерлерде сол бір жақсы жайсаңдардың отбасыларын қамады. Оларды қорлады. Олар да қанша енді арқаның суықтары белгілі ғой. Сібірдің суығынан кем емес. Сондай жерлерде күтімсіз, бағусыз, ауруға ұшырап, қаншама адамдарымыздан айырылдық. Одан кейін соғыс келді. Соғыста қаншама адамымыздан айырылдық. Одан кейін тың игеру деген болды. Ойдан қырдан қашқан орыстардың бәрін біздің елімізге тоғысты. Адамдарымыздың пайыздық жағынан ұлтымыз азшылыққа ұшырады. Мынау әліпбиімізді қайта-қайта өзгертті. Оның білімімізді түсірді деңгейін. Сөйтіп, мынау 80-ші жылдардағы біздің ауылдағы тойлардың көбісі төбелессіз өтпейтін. Ол кезде арақ ішпейтін адам өте сирек болатын. Қарасаңыз, осындай қиыншылықтар көп болды. Оның көмітіліп кетіп жатыр ғой көбісі. Ал енді жеріміздің барлығында жаңағы бомбаларды сынайтын полигондар жасады, космодром қылды, сонымен қанымызды ағартты, радиация деген өтті. Осындай нәрсеге өте сондай бір жаңағы тәжірибе қоян сияқты күнді кешкен біздің халқымыз болды. Енді бір қызығы сол кезде біздің дініміз өте төменге түсіп кетті. Себебі 1904 жылдың өзінде Ақпатшаның жарлығы шыққан, мынау мұсылман жаңағы дін басшыларының бәрін надан адамдардан қойыңдар деген, халық исламнан түңілетіндей болсын деген сияқты. Сондықтан да сол саясат кейінге дейін жалғасты. Мынау біздің молдаларымыз түске дейін молда болып Құран оқиды, ақша табады, түстен кейін арақ ішіп кететіндей жағдайға душар болды. Осындай жағдайға жетті. Мынау әсіресе мына шығыс көп жерлерде жаназа шығарылмайтын болды. Шығаратын адам жоқ. Осындай жағдайға дейін біз төмен түсіп кеттік. Ал енді Құдайға шүкір тәуелсіздігіміз келді, иманымыз оралды, бірақ біздің көп адамдарымыз осы күнге риза емес. Баяғы күнді аңсайды, сағына береді. Соған бір ностальгия бар сияқты. Соларға арналған Құлтемір деген өлең. Жадың сенің жадыланып тасталған, таза қаның арам сумен ластанған, үрей сіңіп сүйегіңе санаңа, жаның сенің ақиқаттан жасқанған. Ойбай дейсің, оқыс шықса бір дауыс, тайсақтайсың тас жауардай аспаннан. Кеңес кезі болып тұрма арманың, келген кезі түнде қара қарғаның, НКВД жендеттері атаңды бұралтитті ятып тастай салғанын. Армандамас ол жылдарда арлы жас, сатқындыққа талай бауыр барды рас. Ұмытуға болады ма Алжирде жылады әжең, көзден ағып қанды жас. Білмеймісің қарғыс атқыр, карлатты, жазықсызды, аңыратты, зарлатты, азапталып өлген жандар мәйітін қарсақпенен ат жалманға жалматты. Ұмытуға ол күндерді бола ма? Бұратылған аштан ана, бала да, миллиондап өлген қазақ көмілмей сүйектер қурағаны далада. Ұлтын сүйген ұландарды қаңғыттық, арыз жазып, арамзаға аңдыттық, ұлт қаймағын қалқып тастап, қалғанын қайта жасап шығарды ғой мәңгүрт қып. Ақ жаулығын жұлып алып анаңның, арасына тастады көп арамның, атаңның да қырып тастап сақалын арақ құмар қоры етті заманның. Жат үрдіспен мәдениетті меңгердік, бұратана екінші сорт ел болдық, ана тілге мұрнымызды шүйіріп, қағандарды князьдерден кем көрдік. Дінің барда, дінің мықты ұлт едің, дінсіздіктен діңкеледің үркегім, бүгіндері кім не десе бас изеп болып шықтың адам емес, Құлтемір. Жадың қандай, әлсіз еді жарығым, ақты қара, қаран ақ деп таныдың, бодан болған бұғаудағы кезіңді көксегенді қоя алмайсың әлі күн. Себебі оның қанша ғасыр, қанша жыл басқыншыға бас шұлғумен шаршадың, әлі де сол еліктегіш әуенмен батыс жаққа ауа береді аңсарың. Болмашы бір жасағанға сый құрмет, әдепсіздің әдеттерін сүйдің көп, сүйегіңе сіңіп әбден, қол мінез қамыт көрсең, тұрадылғы кегің кеп. Жат жұрт сені жарылқамас, жарытпас, болмайықшы сорғайнаған сонықпас, бойыңдағы бар қоспадан тазарып, азат ойлы қазақ болып қалыптас. Енді қазақ сөз жоқ, қабілетті, дарынды, жауынгер халық. Соның себебінен шығар Алтын Орда мемлекетінің негізін құрап, ұзақ уақыт
билеп тұрғанымыз. Соның себебінен шығар Абай Құнанбаев, Әлихан Бөкейханов, Мұстафа Шоқай, Ахмет Байтұрсынов секілді ұлы тұлғаларымыз көп шықты. Соның себебінен шығар біздің тарихымызды түк қалдырмай жойып жіберді. Тарихи санасы жойылған халықтың ұлттық санасы да жарымжан болып қалады екен. Әлем өзгереді деп жатыр ғой, сол әлемнен бұрын бізге өзгеріп алу керек болып тұр. Әйтпесе әлем өзгерген кезде біз мүлде жоқ болып қалуымыз да мүмкін. Қазақ түйені жел шайқаса, ешкіні көктен ізде деп бекер айтпаған. Ол үшін әр қазақтың жүрегінде Абай атамыз айтпақшы, біріңді қазақ, бірің дос, көрмесең істің бәрі бос деген ұлы махаббат болу керек екен. Тарих бізге келеді қайта айналып. Ақиқатты бір кезде айта алмадық. Мәскеу менен Киевтің князьдары бәйек болған бабама байпан қағып. Адалдықты ту өткен сол бабалар жамандықты ешқашан қолдамаған, сондықтан да жаулары жапырылып, құрдай болып алдында жорғалаған. Айбарлы алтын орда заманында талайлар тапталыпты табаныңда, билігіңде өзіңнің едау жұртым, Орынбор да, Омбы да, Оралың да. Өшті бір күн жалп етіп жанған бағың, суық құмдай сусыды қолдан барың, іргең іріп, із қалмай іріліктен, базардағы бақырдай арзандадың. Бабаларың келмейді қайт өмірге, алтын тағың айналды жай темірге, енді ешқашан қайтпай ма құзырыңа Астрахань, Сарытау, Байкөліңде. Айырылып Алтайдан, еділіңнен, етегің жасқа толып, егіліп ең, шайлықпаған шайқастан жүрегіңді кеміріп ең, сонан соң жегі мұңмен. Еңірет талайдан өтті жалған, толағайлар қайда сол топты жарған, соншалықты жабысып айырылмастай, не жақсылық көріп ең көп күнәңнен. Кесірлерден қашпадың, атаң қашқан, қан қақсатты сондықтан қатал достар, алты бақан алауыз болмағанда, жұрт бар меді өзіңнен жаһандасқан, бүгежектеп жүрмес пе бөтен ұлттар автономия сұрауға бата алмастан. Бәдіктік болып ұлдың үйренгені, нәзіктік сақтап қыздар именбеді, өзіміз тура жолдан айнымасақ, адасқан біреу бізді билер меді. Карт ойнап, арақ ішіп, мыжырайып жүргеннің қай жеріне қызығайық. Биік билік көл көсір жақсылыққа болмай тұрмыз дәл қазір біз лайық. Ақиқатты мен айтсам қорланасың, көрінгенге бүгінде қол баласың, аяқ асты осылай боламыз да, сақтың қаны тамырда қалмағасын. Бодан боп күн кешкенге қорланбайтын, 3 ғасыр болып келдік сормаңдай құл, намыстан жұрдай содан жұқсызың көп, жұртын тонап баюға арланбайтын. Тайраңдап тойып шықсаң тойдан кейде, жайраңдайсың кигенде айдан жейде, білмейсің ең болмаса ата жауың сүріп жібергенін қай деңгейге. Айтпады саған арнап қай ақын сөз, міндер көп бойымызда жоятын тез, болды ғой қара көзді қазағыңа қарауды ала көзбен қоятын кез. Қонғандай айдынына құстар аңсап, туып тұр бабаз жолын ұстанар шақ, әр күні өміріңнің әрленбей ме, өзгертер өзімізді күш таба алсақ дейді. Енді мынау тарихты қарап отырсақ, бізде ешқашан тыныштық болмапты. Ылғи да атыс, шабыс, шапқыншылық, жаугершілік, Керей мен Жәнібек, Бұрындық хан, Қасым хан, Хақназар хан, Тәуекел хан, Есім хан, Салқам Жәңгір, Әбілқайыр хан, Абылай, Тәуке хан, Кенесары, қайсысының ел билеген кезінде қарасаңыз да бабаларымыздың аяғы үзеңгіде, көзі көкжиекте, белі бұғулы, жеңі сұлы, саптаяқпен су ішсе сабынан қарауыл қарап отыратын болған. Ең ұзақ билік Хақназар ханның тұсында болды. Ал өзге хандардың кейбіреуі 1-2 жылдың ішінде билік құрып өмірден өтіп кетіп жатты. Соның бәрі соғыстың зардаптары еді. Тіпті ұлт ретінде жойылуға шақ қалғаннан кейін амалсыз Ресейдің қол астына барып паналауға мәжбүр болғанымыз да жасырын емес. Мынау Қаскелеңнің базарында бір қазақ пен бір орыс баяғы заманда бір нәрсеге таласып төбелесіп қалады, қазақ орысты бір ұрып өлтіріп қояды. Сол үшін 400 қазақ өлтіріледі. Бұл деген не? Яғни бодандықтан қалай күн кешкеніміздің жағдайын осымен ақ елестете берсеңіз болады. Ал біз қазір соның бәрін тез ұмытып кеттік. Бірақ бодандықтың қамытын қайта киіп қалмайтынымызға ешкімнің берген кепілдігі жоқ. Біздің Бауыржан атамыз айтады, тәртіпсіз ел болмайды, тәртіпке бас иген ел құл болмайды дейді. Сондықтан осы бір енді тәртіпке бағыну дегенді бізге үйрену керек сияқты. Мынау бір өлең айтқым келіп отыр, тәуелсіздік бағасы деген.
Күн туып, күнде басқа тұрмағасын, билікке базын айтып бұлданасың. Бауырлар, тәуелсіздік деген сөздің біз осы біле алдық па шын бағасын. Көздерге бұл жақсылық көп көрінсе, өшірейік өзекте өкпе жүрсе, есіңе ал ағайындар, не көрмедік бүгінгі бейбіт күнге жеткеніңше. Қамалап қалың қалмақ қаламды алған, қаңырап қанша аулым қараң қалған, құл қылып бауырымнан баламды алған, көзімнен қанды жасым тарамды алған, басынан Қаратаудың көштер келіп, ақтабан шұбырынды заман болған. Өткеннің тез ұмыттық, бүгін бәрін, жалымыз, жалауымыз жығылғанын, болмаптау бізге сабақ, ақ патшаның астына қанатының тығылған күн. Амалсыз дұшпанға бас игеннен соң, алдында қол қусырып, именген соң, қамығып қайғырмаған қай атамыз, қамытын бодандықтың кигеннен соң. Көнгеннен басқа қандай таңдау қалды, кеудемнен сорғалатып сордау қанды, егемен ел болғанша бастан кештік, қаншама кемсіту мен қорлауларды. Қыс салық төлеуге де көндік өттім, күйіктің жасын көздем мөлдіреттім, байзақтай батырымды қоқандықтар аузына байлап атқан зеңбіректің. Көз алды тұмшаланып тұманменен, күн кешкен күдікпенен күмәнменен, талай ер кетті арманда, қазағыма тірі болсам қызмет қылам деген. Небір жау жүректері тастан қатты, жұртымның жанарынан жас парлатты, тойға арнап Есенғали шығармаған, қайранда қара бауыр қасқалдақты. Мәскеуден Мәмбет деген атталғанбыз, орысша шүлдірлесек шаттанғанбыз, қазақтың қазыналы қайран тілін бір жола ұмытуға шақ қалғанбыз. Тілімнен бұрынырақ дінімді алған, білімім жеткен жері ырым болған, қаулап бір өсе алмадық қара ормандай, аштықта қынадай боп қырылғаннан. Айырылып, азақ жылда ар иманнан, жаңылған кездер болған кәлимамнан, ананың жатырынан шықпай жатып, уланды ұрпағымыз полигоннан. Қарасу арман болып, күліп ішкен, дымымды шығармады, дүмік іштел, қан қайнап, дәрмен болмай күресуге, өтті ғой талай бабам тынып іштен. Азамат, азаттықтың таң атқанда, шүкірет жаратқанға қарап қалма, көрді ойлан, аңсаулар мен армандар бар, сарғайған архивтегі парақтарда. Алтау ала болса ауыздағы кетеді, төртеу түгел болса төбедегі келет деген екен дана бабаларымыз. Бұл жай сөз емес, адамға жауапкершілікті көп артатын салмақты ескерту. Өлең деген тумайды жайшылықта, өлең деген тулайды қайшылықта дейді. Енді Мұқағали ақын осылай айтқан екен, бүгін әлеуметтік желіні ашып қалсаң, бір-біріне ауыр-ауыр сөздерді айтып, жаңағы бір-біріне тас лақтырып атқан қазақтарды көресің бе, қарның ашады. Абай атамыз айтады, қазақ тыныштық тілейді дейді, бірақ сол тыныштық беріліп қалатын болса, соны бұзғанға дейін тыпыршып жаны қалмайды дейді. Біз неге тату ел бола алмаймыз деп ойлайсың ғой енді. Қазақ айтады ғой, тату үйдің тамағы тәтті дейді. Ендеше неге осыдан біз безе береміз? Аталарымыз айтқан екен, бір-біріңді жаттай сыйла, жат жанынан түңілсін дейді. Егер біз бір-бірімізге солай еміреніп, елжіреп тұратын болатын болсақ, бізде мысалы, бізден кім қорықпайды? Кім бізді сыйламайды? Ал енді біз бір-бірімізді иттің етінен жек көріп тұратын болса, бізден кім дәметпейді? Үй артында кісі бар дейді. Бізді бақылап отырғандар көп. Осы жерде біздің ұлттық сипатымыздың ішінде бір күншілдік, көре алмаушылық, іштарлық деген аурулар, вирустар бар екені көрініп қалады. Сол аурумен күресу керек екен. Өйткені ауруын жасырған өледі дейді. Ал енді 30-37-38 жылдарда репрессиядағы кезінде айналамыздағы көрші елдермен салыстырған кезде ең көп құрбан болған адамдар бізден екен. Өйткені бодандық кезіндегі зұлым саясат арнайы бізбен айланысты. Басқа ұлттардан гөрі арнайы бізбен айланысты. Неге? Жалпы айтып отырмыз ғой, енді халқымыздың несі жаңағы қабілеті, дарыны, потенциалы көп болғаннан кейін шығар. Болмаса бұрынғы билігімізді ұмыттыру үшін шығар. Осындай нәрселер, осы біздің бауырмалдылық, мейірімділік деген нәрсені біздің қанымыздан сыпырып тастаған сияқты. Итпен ит ырылдасса, тамағының тоқтығы, жігітпен жігіт ұрысса, ынтымағының жоқтығы дейді. Осы ынтымақ бізге қазір жетпей жатыр. Бір-біріне жүретін күліп бәрі, бізде атпайтын болды ғой үміт таңы. Біраз ғасыр өтіпті, қайран қазақ ауыз бірлік дегенді ұмытқалы. Адасқан соң Құдайдың пендесі анық, өңмендейді екен ғой өрге шауып, әлеуметтік желден әупілдейді, жерден алып бір-бірін жерге салып.
Шатақ іздеп ағайын, шатаспалық. Ақиқаттың ақ жолын қата ұстанып, мәмілеге ешқашан келе алмайтын біз болдық па көкірегі қапас халық. Қараулардың ісі ғой қараламақ, жақсылардың жандарын жараламақ, ағайынға азуын ақситпайды, ел болуды ойлайтын ер азамат. Боқтаялар бауырын, бөскен жүлік, тоқтаялар күн бар ма естер кіріп, ол не қылған қайтпайтын ашуызда, ол не қылған бітпейтін өшпенділік. Көбейді дарындарды даттау қазір, мұндайда бауырыңды сатпау ләзім, арамдар арамызға жаққан отқа, надандар бірін бір қақтау қазір. Таластық, талқаластық, ырылдастық, жасырған жақсылардың сырында аштық, қаскөйлер қасақана қайрап отыр, қазақтың бірін басқып, бірін масқып. Біз болдық бірлік емес, сөзі көп ел, қояйық тінтінгенді тезіменен, мықтылар тоқтатсын да ел түзеуді, әр адам айналсын өзіменен. Осы өлеңнің жалғасы сияқты тағы бір өлең оқиын. Қас болып жүріп дос болғанға мақтан, дос болып жүріп қас болғаннан сақтан екен, деген екен бабаларымыз. Алдық па алыстағы жаттан үлгі, айран боп абыройлар ақтарылды. Алаштың арыстарын атқызатын ұрпағы сатқындардың атқа мінді. Батыр деп, бағылан деп, қуды жаман. Білмеймін, бұл не деген туды заман. Қазақстан бейбіт ел, қаруы жоқ. Бірақ та әр қолда жүр улы қалам. Шығарып әр жағадан екі басты, тасталқан еттік тәуір қатынасты, әлеуметтік желі ашып беріп бізге нәлеті аяр жаудың ақыласты. Түзелмей қисық іні, қыңыр аға, семірді жыны симай құмыраға, ағымның арамызға мыңын тығып, етіптау келе алмастай ымыраға. Арзандан қуып тілдер салақтады, жауыз деп қызыл көздер жалақтады, болып жүр қандай ниет бауырларда Фейсбуктан ашқан кезде парақшаны. Жұрт өті кеше ғана сезім ыстық, таппадық тыныштықтан безініп-түк, айтуды әрбіріміз тез үйреніп, тыңдауды барлығымыз тез ұмыттық. Әр қазақ болғаннан соң білімді асқан, білімін игере алмай ырылдасқан, желінің жазбаларын оқыған көз соқтықпай өте алмай жүр ұрынбастан. Әркімнің кесек атып шарбағына, өшігу болды өмірде бармағына, айтқандай Абай ата қайран қазақ шынымен ел болудан қалғаны ма? Қашанғы жау айтады бүкіл әнді, қазақтың қашпаған қайық құты қалды, бауырлар қояла ма ертелі кеш бірінің көзін бірі шұқығанды. Жорналшы, жазушысы, ақындары, жендетті шақыруға мақұл бәрі, билікке бір Сталин келе қалса, дайын тұр талай қазақ атылғалы. Жұрт болдық, оңдырмайтын, ойлапты онша, тынбайтын жақындарын жайратқанша, қазақпен енді ешкім соғыспайды, жетеді бір-біріне қайрап салса. Тоятын тек тентектік іспен көңілі, өзгенің алаңдатып ішкергі өмірі, ағайын айналайын қояйықшы, әр қазақ дұшпаным деп тістенгенді. Жау шаппай сыртыңнан да, ішіңнен де, баспай ма өрге қарай, ісіңден де, әр қазақ қарашадан ханға дейін мінсіз жан болмайтын түсінгенде. Қор қылған заманның заңғарларын, мал қылған маңыратып қалғандарын, білмеген сүйіну мен сүйсінуді, күндеген оза шапқан оғландарын, алаштың сорғалатып сорған қанын, отанның отаған кім ормандарын, сыпырған қазағымның қаймақтарын, кім көрді сол иттердің оңғандарын. Жазғыштар бәле баққан, жала жапқан, осы өлең біл өзіңе жолданғанын, тоқтап та қандасыңа тасатқанды, қалауың керек қазақ ел болғанын, бәрін сүй, бәрін мақта, жең нәпсіңді, ұлт үшін керек сенің кең болғаның. Бүгіннен бастап жаңғырт рухыңды, әйтпесе ұлттық санаң кем болғаның. Бір қазақ жайлы теріс бір сөз айтсаң, ұрпағы сатқындардың сен болғаның. Билер керек дейді. Мынау рухани жаңғыру, мәңгілік ел туралы бірінші айтып кеткен Абай атамыз екен. Осы күні Абай атамыздың кітабын қарап olsak, осы жайлы көп айтылады. Мынау бірақ соған кезінде құлақ асқандар аз болды. Мынау 5 нәрсеге асық бол, 5 нәрседен қашық бол, адам болам десеңіз деген рухани жаңғыруға шақыру нағыз өзі. Қазақты құртатын өсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек, ысырапқорлық, мал шашпақ. Қазақты биіктететін нәрселер талап, еңбек, терең ой, қанағат, рахым емес пе? Мәңгілік ел болғың келсе, біріңді қазақ, бірің дос, көрмесең істің бәрі бос дейді. Мен ойлаймын, біздің арамыздағы ырың-жырыңның көбін жауларымыз білдірмей ұйымдастырып отыр. Кезінде шығыс тану университеттері құрылған, олар әлі күнге дейін жұмыс істеп отыр. Мысалы, кейбір адамдар, діннен алыс адамдар өзінің бойында қан тамырында шайтанның жүргенін мойындамағаны сияқты,
мына кейбіреулер осы бізді шағыстырып отырған сыртқы күштердің бар екенін де мойындай алмайды қазір. Енді Абай атамыз қазақты тәрбиелей алмаған сияқты, қазіргі қазақтың да мінез құлқын өзгерту бір адамның қолынан келмейді. Сондықтан мен былай ойлаймын, жалпы қазір енді ру әркім өздерінің шежірелерін шығарып жатыр, ру екенін біліп жатыр ғой. Енді сол рулардың рушылдықты бір жаман нәрсеге емес, жақсы нәрсеге де пайдалануға болатын сияқты. Мынау біздің осы өзіміз тұрып жатқан Қарасай ауданында Аралдан көшіп келген қазақтар, енді бауырларымыз бар, Қарақалпақстаннан көшіп келген бауырларымыз да бар. Солардың бірі бір күні маған айтады: осы сіздердің ауылдарыңызда осы бір ру басы, билер деген жоқ екен дейді. Біздің арамызда бар дейді. Кейбір арамыздағы бір кикілжіңдер, дау-дамайлар болатын болса, сол кісілер шешеді, солардың сөзіне тоқтаймыз дейді. Шынында ойлап қарасаңыз, әр адам өзінің отбасын түзейтін болса, өзінің әулетін түзейтін болса, айналадағы ағайындарын түзейтін болса, мемлекет түзелмей ме? Бірақ енді ол адам әрине кісіге қиянат жасамайтын, жаны таза, өресі биік, ұлт жанды азамат болуы міндетті түрде керек деп ойлаймын енді. Сондықтан да қазір кейбіреулер рушылдықтың туын желбіретіп жүргендегісі бір мақтаныш үшін, ой, біздің ру басқа рудан артық деген сияқты. Сол үшін кесенелер соғады, ескерткіштер соғады, шығындалады. Осыған қарайсыңдағы қарның ашады. Қазір ойлаймын, бір елдің ішіндегі кейбір, мысалы, біздің дұрыс істемей жатқан нәрселеріміз бар, ысырапшылдық. Артық тойлар жасаймыз, мынау садақа, құдай тамақтардың өзін сондай шығын жасаймыз. Бір үйде адам қайтыс болып жатса, ол үйдің адамдары өзінің жақынының қайтыс болғанына бір жылайтын болса, мынау шығындарына 2 жылайды. Осындай керек емес нәрселер ішімізде көп. Осыны кім тоқтатады деген кезде, оны тұлғалар тоқтату керек. Ал енді қазақтан бір мықты тұлға шығайын десе, оған міндетті түрде біреулерді айдап салады дағы, олар соларды қаралайды, жамандайды, елге жексұрын қылып тастайды, олардың сөзі адамдарға өтпейтіндей қылып тастайды. Ал ойлаймын, бір рудың ішінен бір тұлғалар шығатын болса, оған ешкім тиіспейді, ешкімнің шатағы жоқ ода. Ал өзінің ағайындары оны жамандамайды. Сондықтан бұл бір аз ғана қауымды осындай бір билер тәрбиелесе деп ойлаймын енді. Бұл әрине ол рушылдық емес, рушылдықты өзімізде жақтырмаймыз. Бірақ осындай амалсыздықтан осындай нәрсе керек пе деп ойлаймын. Сондықтан шығарған өлең билер керек. Сенімі мен құрметін қаза қылған, енді тұлға шықпайды қазағымнан. Бір жақсыны 1000 жаман итше талап, бұрынырақ өлтірер ажалынан. Қандені ойлар өз-өзін қасқырмын деп, арыстанды арс етіп састырдым деп, сақал сыйлап аталы сөзге тоқтар, су құйғамыз басына дәстүрдің көп. Ұлттық мүдде бір болса осы елдегі, тілім безеп, бәдіктер бөсермеді, керек екен қазаққа әр рудың жол көрсетіп, жөн сілтер көсемдері. Ынтымақтың қиратқан тас қамалын, алауыздық шырқайды асқақ әнін, рушылды сүймеушем, ел түзеудің көрмей тұрмын бірақ та басқа малын. Иілме де ешкімге, именбе деп, айыр тілді айғайшы сүйреңдемек, ұлылыққа ұлтымды ұмтылдылар, салмағы бар сөзінің билер керек. Ана жайын ойлайтын бала қамын, қауымына береді дана тәлім. Халы жаман болмайды халқымызда, тәрбиесі түзелсе әр атаның дейді. Мен тағы да бір 2 өлең оқып қояйын. Мына кейде қазір диван батырлар деген шықты ғой, үйінде отырып алып әркімге бір тисе отыратын деген. Олардан жүректі адам жоқ сияқты қарасаңыз. Анықтап алмай ердің ақ қарасын, күйенің жағу оңай қап-қарасын. Барады батырлардың қарасы артып, жазаланып ешкімде жатпағасын. Кеудесі кекке толып кірлегендер, кісіге мін тағады мінбелерден, аузына сыйған сөзді атқылайды, бағасын бейбіт күннің білмегендер. Байқұсқа 90 адам, тоқпақтаса көңілін 90аған, жүр бүгін үлкені де, кішісі де бір-бірін бұрышқа кеп боқып салаған. Ұлт болдық, санасы бар, санасы жоқ, саны бар да санасы жоқ, шайтанменен шайқасар шамасы жоқ. Бала-шаға шырылдап шырқыраса, арашаға түсетін ағасы жоқ. Ақылды еткен біздің айран дасыр, қайықтай қалт-құлт еткен қайран ғасыр, жұмсақтық берші Алла жұртымызға, тістері бір-біріне қайралмасын. Тарихын тасқа жазған күлтегіннің ұрпағы тас жүрекке айналмасын.
жарық жетпей жатыр ма? Аха. Онда мен қайсымен ұстай тұрайын, сен барып свет жақпыш. Не, айтқың да, ойлағың да келмейтін нәрселер бар енді, кейде. Мойындағымыз келмейтін нәрселер бар. Мынау енді Абай атамыздың қара сөзіне оқып отырып, ой жүгіртетін болсақ, жан дүниеміз астан-кестен болады. Бір кездегі осы хандық, билік, құрылымдарды жою үшін ақ патшаның сол бір шығарған бір заңдары болды. Ол волостной сайлау, яғни болыс сайлау елдің ішіне. Сол болыстыққа таласып, қазақтың осы мен жақсымын дегендердің бәрі сол кездегі ояздарға, өкілдерге деген сияқты малдарын мен жаңағы шығынды алып, соларды паралап, бір-бірімен тарысып, бір-бірін әйтеуір басқысы келіп, сонымен қырылысып атты. Енді Абай атамыздың да осы сонымен Абай атамызбен жауласып өткендерде өздерінің жақын ағайын еді. Сол 3-4 атадан қосылатын осы Ырғызбай мен Жігітектің балалары бір-бірімен сол кезде қырылысып атты. Бұл енді жалпы бүйтіп қарасаңыз сол кездегі біздің ұлтымыздың жағдайының бір көрінісі еді. Ал енді қарасаңыз дамыған елдерде ондай емес. Олар адамдардың десін, демесін дегеніне мән бермейді. Біз әйтеуір бай десін, мықты десін, жомарт десін, анандай десін, мынандай десін деп өліп қала жаздаймыз ғой мысалы. Осының барлығы біз орысша айтқанда комплекс неполноценности дейтін бар. Адам өзін мықты көрсету, мақтанғысы келіп тұратын адам, яғни өзінде бір кемшілік бар сияқты болған кейін. Өз өзіне толық сенімді адам несімен мақтанады? Керек жоқ. Біреуді мақтағаны да қажетсінбейді, өзі де мақтанбайды. Неге? Ол өзін өзі біледі, өзін өзі сенеді мысалы. Мақтану кімге тән? Бір ішінде бір өзін бір қор санайтын бір кемшілігі бар адамдардан шығады деп ойлаймын енді. Мынау сенің атаңнан менің атам мықты болған, сенің руыңнан менің руым мықты болған деген бір бейшаралық, соны дәлелдегісі келіп, біреулер ақша шығарып, шығындалып жүрген кезде күйіп кетесің. Сонда шыққан өлең. Мақтана берме, бабам мықты еді деп, жауларын жапырақтай бүктеді деп. Көнені көксей беріп не қыласың, болды ғой сенен дерлік күткелі көп. Заманда жырласаң да не бір келмес, тамсанып оған ешкім көңіл бөлмес. Бұлардың бабалары мықты еді деп, есіркеп ешкім саған төрін бермес. Саналы ел бекер босқа бүлінбейді, молаға қарай жылап жүгірмейді, сүйегі қурап кеткен аталарың алтыннан там салсаң да тірілмейді. Ілгері қара десе тіл алмайсың, тегіңді айтып жұртты қырардайсың, ұлт болып озған елдер ұйысқанда сен әлі руым деп ұрандайсың. Азғырса шайтан малғын арандайсың, пайдасыз іспен жұртты неге алдайсың, құдықтың түбіндегі құрбақадай кеңдігін дүниенің көре алмайсың. Отаның бағың сенің басыңдағы, бағала бірге жүрген асылдарды, тарихи тұлғаларға таласқанша, қадірле бауырыңды қасымдағы. Кеңестік кезден қалған осы өнеге, айналды мән беретін мәселеге, жұмсайсың қаржыңменен қажырыңды, керексіз ескерткішпен кесенеге. Қалтаңа симай сенің барам ақшаң, сауапты істерге онда қаражат сал, жарылқа жаныңдағы жарлы еліңді, ел жүреп жақын тартып бара жатсаң. Ақиқат анық, қазір сынақтасың, қу нәпсің емтиханнан құлатпасын, Алланың ризығын шашып төксең, сотында ақыреттің кім ақтасын. Даңқ құмар, дақпырт құмар тәкаппарды біліп қой жаратқанның ұнатпасын. Жағдайын тірілердің жасасаңшы, жазасыз жеткің келсе жұмаққа шын. Не бар ма? Сұрақтар бар ма былай? Енді мынау қазір көп осы қазіргі кезеңге байланысты өлеңдерді сұрап жатады адамдар. Осы әлем өзгереді деп жатыр, қорқытып жатыр. Шынында әлем өзгерсе, біздің жағдайымыз қандай болады мысалы? Қазір қиыншылық көрініп отырған нәрсе, ол болашақ үлкен қиыншылықтардың алды мекен деп ойлайсың. Мынау ілгеріде баяғы қазақ жоңғар шапқыншылығының кезінде Әмірсана деген болды. Мынау Қалден Сарендердің жиендері еді, сол билікке таласты. Билікке таласты, бір-бірімен олар да қырылысып атты. Сөйтіп бізге келді, жәрдем сұрап келді Абылай ханға. Абылай хан оны Қытайларға қарай жұмсап жіберді. Қытай көмектеседі деді. Сонымен ол Қытайдың әскерлерін алып келді. Сөйтіп осы жерде жоңғарларды қырып салды. Кейін ол енді патша болайын десе, елі жоқ, қырылып қалды. Тоз-тоз шығып кеткен.
Ал енді біздің қазаққа келейік. Жұмабек Ташенов дейтін ағамыз болды, атамыз енді. Өте мықты кісі болды. Хрущевпенен айтысып, тартысып, Қазақстанның көп жерін алып қалды. Өте үлкен қызмет постын құрбан етті. Ал бұны айтқымыз келгендегі енді шолақ белсенділер дейтін болады әр замандарда. Енді мынау елдің басына бір қиын күн туа қалса, біздің ортамыздағы шолақ белсенділерді бізге жұмсаса, пайдаланса, олар өздерін қалай ұстайды екен? Сондықтан да қарасаңыз, әр адам ұлтын сүю керек екен. Мейлі қай жерде, қандай қызметте жүретін болсаң да, ұлтыңды қорғауға, өз қызметіңді пайдаланып қалу керек. Өз қызметіңді сол ұлтыңның қамы үшін пайдалану керек деп ойлаймын енді. Ескерту, сынақ, жаза дейді. Жай барахат жүрдік те жанды бағып, үйренбедік аурудың алдын алып. Әбігерге әлемді салған дерт бар, қамданайық қазағым, қалғым алып. Дүрліге берсін дүние, бүкіл ғалам, өзгертпес Алла жазған үкімді адам. Ажалдан ешбір артық ақиқат жоқ, қорқытта қашып одан құтылмаған. Үн шыққан сайын үрку өдейді көп, тірілер амандықты тілейді көп, өлім де қорқынышты, дегенменен өлімнен кейінгі өмір үрейлірек. Бас тартып той томалақ тамашадан, отырып отбасыңмен оңашалан, қорғап бақ қолыңнан бар келгенше, аманат Алла берген балашаған. Күнәні айтсаң көптің көз аларар, ескермей ескертуді мазаланар, сынақтан аман өтсе ел тазаланар, өтпесе онда қатты жазаланар дейді. Құдай ондайдан сақтасын. Енді тағы да бір айтуға тиіс болған бір нәрсе бар екен. Менің Ақтауда Нұртай дейтін досым бар. Сол өткен жолы WhatsApp-пен бір хабар жіберді, сонда шешендерді айтады. Осы қазір барлық нәрсе бізде қымбаттап кетті ғой. Ал шешендер өз елдерінде былай істепті. Кім мынау қазір қиыншылық кезеңнің кесірінен дейді, карантиннің себебінен бір сомға затын қымбаттатса дейді, онда бүкіл затын тартып аламыздағы халыққа үлестіріп береміз дейді. Біз осылай істей аламыз ба? Олар істей алар еді осыны. Біз осыны істей алмаймыз. Мысалы, елдің бәрін шулатқан бір нәрсе бар. Ой, коронавирусты құртатын имбир деген керемет нәрсе бар деп еді. 1000 жарым теңге тұратын имбирдің бағасы Атырау жаққа 12 000 теңге дейін көтеріліп кетті. Халықтың қиналған сәтін пайдаланып, біреулер ақша тауып алғысы келіп жатыр. Қиналған халыққа көмектесудің орнына ақша тапқысы келіп жатыр. Осындай жағдай болды. Осыдан 14 жылдар еді, бір қатты қыс болған кезде, машиналар бір асудан өте алмай тұрып қалған кезде, сол жердің халқы сол жерге нанды 1000 теңгеден сатты, бензинді 1000 теңгеден сатты. Жолда қалғандарға көмектесудің орнына оларды пайдаланды. Осындай нәрсе бізге сіңіпті. Қай жылда, қай кезде сіңген Құдай білсін. Бірақ Абай атамыздың кезінде де осындай нәрселерден болған сияқты. Сондықтан ол кісінің көкірегі қарс айырылып, көзінен қанды жас ақты. Бұл біраздан бері келе жатқан ауру екен. Сондықтан бір өлең шығардық. Ел басына күн туып сабылғалы, саудагердің болды ғой сағынғаны, базардағы бар азық қымбаттауда секілді бір-бір қыздың қалың малы. Баға деген нәрсенің батады екен, ақылға емес ақшаға бағынғаны, жау жағадан алғанда бөрілердің қалтасы мен беттері қалыңдады. Амалсыздан алады ел қымбатты да, жоқтан гөрі жақсы деп табылғаны. Отан үшін түсетін от пен суға қайда кеткен ұлтымның нарылдары, қазаны ортақ қайнайтын қазағымның жоғалған ба жомарттық қанындағы. Тиын болып тексіздің табынғаны, қиын болды пейілі тарылғалы. Бұларың не демейтін бассыздарға, басшылардың мықты екен сабырлары, жұрағатын жұтатқан жұқсыздардың отқа толар түбінде қарындары дейді. Сондықтан енді бәріміз ұлтымызды сүйеміз дейміз, кейде ұлтжанды болып көрінеміз, бірақ осындай кездерде бәрімізге сынақ келіп тұр. Кім қолынан не істей алатын болса, Құдайға шүкір, бар жақсы адамдар бар, қазір барымен бөлісіп атқандар бар, үйді аралап жүріп, кәдімгі азық-түлік таратып атқан бар. Біздің қанымызда ондай жақсылықтар жоқ емес, Құдайға шүкір бар, бірақ соны дамытып, ал енді бойымыздағы жаман қасиеттермен күресу үшін де бір осындай сынақ бізге келіп жатқан шығар. Осы сынақтан аман өтуімізді Алла нәсіп етсін. Жаңа айттық қой, ел деген екі әріптен тұратын ұлы сөзге лайық ұлт болсақ деп ойлаймыз. Сондықтан барлықтарыңызды осы тарихты оқуға шақырғым келеді. Шынында тарихта
Бізде көп нәрсе бар, біздің сабақ алатынымыз. Сондықтан ең бірінші жаңағы нәрсе бір-бірімізге дейтін пейіліміз кең болып, құшағымыз ашық болуы керек, жүрегіміз елжіреп тұратын халық болуды Алла нәсіп етсін. Амандықпен жолыққанша, осы уақыттарыңызды бөліп тыңдағандарыңызға сіздерге көп-көп рахметімізді айтамыз. Қош сау болыңыздар. Ассалаумағалейкум. Енді түсіріп алшы енді қанша болғанын.